Еліміздің астанасына 148 миллион теңге жуық қаржының өнімі жеткізілмек. Осындай ауқымды көкөніс пен ет, сүт өнімдерін, ауыл шаруашылық өнімдерін жәрмеңкеге жеткізбек. Мұндай шара ел астанасының туған күніне арналып отыр. Шараның дайындығы жайлы облыс әкімшілігінде орын алған аппараттық жиын кезінде талқыланды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Өткізілгелі отырған ауыл шаруашылық жәрмеңкелері отандық өнімді арзан бағада тұрғындарға сатып алуға зор мүмкіндік бермек. Облысымыздың фермерлері 6 және 7 шілде күндері арзан сауданы ел астанасында ұйымдастырмақ. Свою продукцию на ярмарке от Карагандинской. Жәрмеңкеде өз өнімін Қарағанды облысының атынан апарушы 80-ге жуық фермер мен 9 аудан 4 қала бар. 100 тоннадан астам өнім апаратын қарағандылықтардың тауар құны шамамен 148 миллион теңгені құрап отыр. Бұл жолы Нұр-Сұлтандағы жәрмеңке қала күніне орайластырылып өткізілмек. Фермерлер бұл жерде өз өнімдерін әкеліп, еліміздің әр облысының арзан бағадағы өнімдері жеткізілмек. Барша облыс бас қосып, халықты қуантатын мұндай шара Нұр-Сұлтанда тұңғыш рет орын алмақ. Продукция области будет продаваться. Облысымыздың өнімі 49 шатырда сатылымға қойылады. Мұнан бөлек жәрмеңке аясында қайырымдылық шарасы ұйымдастырылып, бауырсақтар мен қымыз тегін үлестіріледі. Концерттік шара қоямыз. Сауда-саттық орындар мен өнім сақтар орындар қазірден бастап сақадай сай дайындықта. Нұр-Сұлтанда өтетін аталмыш жәрмеңке Қазақстан спорт кешеніне қарасты алаңда өтеді. Айдын Тонтайтегі, Николай Шевелев, 5-ші арна.